Сәлеметсіңдер ме? 4-ші сыныптың ханзадалары мен ханшайымдары. Бүгін қазақ тілі сабағының 19-ші сабағын өтетін боламыз. Мәтін және олардың түрлері. Мәтін түрлерін бір-бірінен ажыратып айыратын боласыңдар бүгін. Енді 19-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді оқы. Орта бойлы толық, ат жақтылау, дөңес қыр мұрынды кісі есік алдында көшеге қарап тұр екен. Мұхаң үйге келген кісіні далада тұрып қарсы алады деп еститін Мәлік аға бұл ерте келдім деп ойласа, ол кісі мұны одан да бұрын тұр екен-ау. Ол ұлы жазушының бойынан жаңа қасиет тапқандай болды. Бұл кішіпейілділік еді. Енді сұрақ: мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықта. Мәтінге ат қойып, көшіріп жаз. Сын есімдердің астын сыз. Мәтінге біз кішіпейілділік деп ат қойдық. Барлығын көшіріп жазып алдық. Мәтіннің негізгі ойы бұл жаңа қасиет кішіпейілділік жөнінде ой қозғап тұр. Сын есімдердің астын сыз. Балалар, сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін еді. Мінекей, астын сызып көрсеттік. Қандай? Орта бойлы, толық, ақ жақтылау, ат жақтылау, дөңес қыр мұрынды, жаңа, кішіпейілділік деген сөздер сын есім бола алады екен. Келесі жаттығу, 20-ші жаттығу. Оқы. Бұл дүниеде туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ. Бейбарыс сұлтан қартайған шағында дала кезіп, серуендеп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдында еміс-еміс елес болып қалған туған жері елестейді. Бір ыстық сағыныш жүрегіне толады. Көзінен жас парлайды. Жусанды екі алақанымен қысып, бетіне басып тұрып қалады. Сөйтіп, әлгі бір уыс жусанды бой тұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын иіскеп, мауқын басады. Енді сұрақ: мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықта. Мәтін сөйлемдеріндегі етістіктерді тап. Олардың мәтіндегі рөлі қандай? Жауап: мәтіндегі негізгі ой туған жерге деген сағыныш, оның жусанына дейін қымбат, ыстық болатындығы жайында айтылған. Мәтіннің тақырыбын туған жердің жусаны деп атасақ болады. Етістіктер: кезіп, жүріп, түседі, жұлып алып иіскейді, елестейді, толады, парлайды, қысып, басып тұрып қалады, салып алады, иіскеп, босады деген сөздер етістік бола алады. Келесі 21-ші жаттығу. Мәтіннің түрлері. Сызбасына мұқият қара. Мәтіннің түрлері және олардың ерекшеліктері туралы айтып көр. Балалар, мәтіннің түрлері 3-ке бөлінеді: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтіні қандай да бір нәрсе туралы әңгімеленеді, хабарланады. Не, қайда, қашан, қалай болды деген сұрақтарға жауап береді. Сипаттау мәтіні адамның, жануарлардың, табиғаттың, оқиғаның көріністерін сипатталады. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Соңғысы пайымдау мәтіні. Құбылыстың, оқиғаның себептері туралы айтылады, түсіндіріледі, бір нәрсе жайлы дәлелденеді. Неліктен деген сұраққа жауап береді. Енді сұрақ: 19-ші және 20-ші жаттығуларды тағы бір рет оқып шық. Қайсысы әңгімелеу, қайсысы сипаттау мәтіні? Өз жауабыңды дәлелде. 19-ші және 20-ші жаттығулардағы мәтіндер бойынша мультфильм жасасақ, қай мәтіннің мазмұнын бір ғана кадрмен, қайсысы бірнеше кадрмен көрсетер едік? Олар жаңа өткен 19-ші жаттығу және 20-ші жаттығу жайында айтып жатыр. Енді жауап: 19-ші жаттығудағы мәтін сипаттау мәтіні болып табылады. Ал 20-ші жаттығудағы мәтін әңгімелеу мәтіні болып табылады. 19-ші жаттығудағы мәтінді бір ғана кадрмен, ал 20-ші жаттығудағы мәтінді бірнеше кадрмен көрсетсек болады.
Соңғы жаттығу 22-ші жаттығу. Атаулары бойынша мәтін түрлерін ашады. Атаулары бойынша бізге мәтіннің түрлері, мәтіннің, яғни тақырыптары берілген. Өзің қалаған атаумен мәтін құрап жаз. Мәтіннің атаулары осының қалаған біреуін таңдап, мәтін құрастырып жазуымыз қажет. Енді жауап. Біздің сыныпта әңгімелеу мәтіні, татулығы жарасқан сынып, сипаттау мәтіні. Неліктен сыныпты таза ұстаймыз? Пайымдау мәтіні. Енді біз неліктен сыныпты таза ұстаймыз деген мәтінге сөйлем құраймыз. Неліктен сыныпты таза ұстаймыз? Біз сыныпты таза ұстаймыз, өйткені ол біздің екінші үйіміз. Мұны балалардың бәрі жақсы біледі. Сыныпқа апта сайын тазалық жасап тұрамыз. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, бір қателеріңізге жараса, лайк басып, арнаға жазылып алыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.